Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте нәзік және өзімнің заказға жасап жүрген капкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Яғни миксерді бірінші жай скоростта, одан кейін орташа, сосын қатты скоростта осылай аппақ көпіргенше миксерлеп аламыз. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да бір араластырып аламыз. Міндетті түрде майларыңыз бөлме температурасында болуы қажет. Енді осының үстіне біз кішкене сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыны массаның үстіне, яғни құрғақ құрамдарды салып шығамыз. Ұнымызға разрыхителді қосып, яғни қамыр қопсытқышымызды қосып, осы жұмыртқалы массамызға салып, жай скоростта араластырып аламыз. Міндетті түрде ұндарыңызды електен өткізгендеріңіз абзал. Міне біздің осындай қамырымыз әдемі болып шықты. Енді осынан жан-жағын қайттан жинап алып, ортасына жинап, тағы да 2-3 минут миксерлеп аламыз. Яғни мен осы капкейктің құрамдарын описание бөліміне жазып кетемін. Міне біздің массамыз дайын, не қою емес, не сұйық емес, осындай орташа болуы қажет. Енді біз осындай кондитерлік магазиннен арнайы осындай капкейкке арналған ыдыстары бар. Яғни дүкендерден алсаңыздар болады. Мен заказға жасап жатқандықтан көп мөлшерде жасадым. Яғни сіздерге описание бөліміне мен өздеріңізге, яғни бір порциясын қалдырып кетемін. Осылай бір ас қасықтан ғана салып шығасыздар. Яғни біздің осы ыдысымыздың ортасында болуы қажет. Толтырып салсаңыздар, піскен уақытта ол сыртына шығып кетуі мүмкін. Міне 180 градуста 25 минутта пісіп шықты біздің капкейктеріміз. Осылай әдемі болып көтерілді. Енді біз осынаған кремдерімізді салып шығамыз. Яғни кремді мен алдыңғы видеода көрсетіп кеттім. Осындай 333 насадканы аламыз, яғни гүлдің насадкасы, және кондитерлік мешокқа салып, осылай кремдерімізді барлық капкейктердің үстіне құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей осылай құйып шығасыздар. Яғни сіздер кремдеріңізді әртүрлі красителімен бояп салсаңыздар да болады. Мен заказға, яғни клиенттің қалауымен ақ түсті етіп салып шықтым кремдерімді. Міне осындай әдемі болып шықты, өте оңай. Енді кондитерлік дүкенде осындай моншақтар сатылады, яғни посыпкалар әртүрлісі бар. Мен осындай түсін таңдап алдым. Осылардың бетіне сеуіп шығамыз енді. Қалауларыңызша сіздер ягода қойсаңыздар да болады. Міне қыздар, біздің капкейктеріміз дайын. Егер де менің каналым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.